Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын американский пончики рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Жасалу жолы өте жеңіл, өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысқа құямыз. Оның үстіне сармайымыз саламыз. Сармайымыз салған соң, үстіне татымына қарай қант саламыз. Және шым-шым тұз саламыз. Ашытқымызды салып, ұнды алдын ала електен өткізген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қамырымызды жақсылап билеп алып, 1 сағатқа көтерілуге қоятын боламыз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бірнеше бөліктерге бөлген соң, осылайынан көтерілуге 10 минутқа қоямыз. Енді қамырларымызды жақсылап жаямыз. Қатты жұқа қылмай, орташа қылып жаямыз. Осындай форманың көмегімен кесіп аламыз жайып болған соң. Барлығын осылайынан дайындап алып, тағы көтерілу үшін 20 минутқа бетін жауып, майлықпен бетін жауып, 20 минутқа қоямыз. Майымызды қыздырып алып, 2 шеті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Майымыз қатты қызып кетпеу үшін астын орташа қойып қоямыз. Өйткені арасы шекі болып қалуы мүмкін. Пончиктеріміздің бәрін пісіріп алған соң, шоколадты ертіп, осы пончиктеріміздің бетіне жағатын боламыз. Шоколадты су моншасында ертіп алдым. Микроволновкада да ертуге болады. Енді барлығын осылай шоколадқа батырып, бетін тоңазытқышқа 10 минутқа, 20 минутқа қоямыз. Шоколадты батырған соң, бетіне кондитерский посыпканы сеуіп қойсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Осындай посыпканы сеуіп, тоңазытқышқа 10 минутқа қойып алдым. Жасалу жолы өте оңай, барлығыңызға ас